Сәлем достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сайт жасау технологиясы бойынша HTML тілінде гиперссылкамен қалай дұрыс жұмыс жасаймыз. Гиперссылка деген ол не? Оны қалай дұрыс қолданамыз? Сол туралы өз ойыммен сіздермен бөліспекшімін. Сіздерге бір өтініш, егер менің каналыма тіркелмесеңіз, жаңадан көріп жатсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Сіздерге мың алғыс. Егер тіркелсеңіздер, ендеше дайын болсаңыздар, ары қарай сабағымды жалғастырайын. Ең бірінші гиперссылка деген ол, мысалға бір сайтқа кірейік, например, қазақстанский alser.kz деген сайтқа кірейік. Міне, осы бізде веб-бет, веб-бет гиперссылканы суретке қоюға болады, немесе бір кез келген текстке қоюға болады. Мына жерде бізде көріп тұрсыздар, мынаның барлығы бізде сурет. Мысалға, осы бізде бірінші бет, мысалы смартфонды, Samsung'ты басатын болсам, менде екінші бетке секіріп кетті. Мына жерде ссылкасы да өзгерді. Көрдіңіздер, Немесе суретті бассам, осы жерден суреттен смартфон Galaxy-дің өзінің нақты мінездемесі, характеристикасы бойынша өзінің нақты несіне кіріп кетті, бір бетке. Міне көрдіңіздер, бір беттен екінші бетке секіруді батырманы, былайша айтқанда кнопка дейді, былайша бір беттен екінші бетке секіру батырмасын, оны гиперссылка дейміз. Енді осындай гиперссылкаларды біз HTML тілінде қалай жасаймыз, сол туралы сіздерге көрсетейін. Түсінікті болды деп ойлаймын. Мысалға, алдында мен андай сайт құру деген нені ашқанмын. Мынандай 3 сурет бар бізде, ашып көрейік. Дайындап қойдым, мен сайт жасауды үйреніп жатырмын. Бұл бізде бірінші бет. Енді мен копировать етейін, ставить етейін. Екіншісіне сайт түсінікті болу үшін 2 деп қояйын. Оны ашайық, екеуі бізде бірдей. Сондықтан бірдей болмау үшін оның кодына кіреміз. Мен сайт жасауды үйреніп жатырмын. Екінші бет дей салайық. Түсінікті болу үшін. Енді менде бірінші бет бар және екінші бет бар. Екеуін ашып тексеріп көрейік. Мен сайт жасап үйреніп жатырмын. Екінші, мен сайт жасап үйреніп жатырмын. Екінші бет. Міне, көрдіңіздер, бізде 2 бет пайда болды. Енді бірінші беттің кодына кірейік. Осы жерге гиперссылканы қалай қоямыз? Ең бірінші жазамыз. Мына жерге А дейміз. Href тең. Біз мына жерге әзірге қалдырып кетейін. Осы жерге жазамын. Екінші так, мына жерге қалдырып кетейін. Осы жерге екінші бетке қазақша ауыстырайын. Екінші бетке өту үшін осында басыңыз. Мысалға мен бір текст жаздым, Осында жаздым. Енді бұны текті жабамыз міндетті түрде. Так, ағылшыншаға қояйын. /a. Енді тексеріп көрейік, не бізде өзгеріс бар. Ашамыз, сайт бірді ашайық. Менде текст пайда болды. Көріп тұрсыздар, гиперссылка. Бірақ бұл еш жерге өтпейді. Біз жай ғана текст жаздық. Енді осыны біз бірінші беттен басып қалған кезде мен сайт жасауды үйреніп жатырмын, екінші бет дегенге көшу керек. Оны қалай жасаймыз? Осы жерге көрсетеміз. Менде естеріңізде болса сайт 2 деп аталады. Екінші парақшамның аты. Сондықтан осы жерге жазамын. Орысша сайт, қазақша сайт 2. Бізде расширениесі кеңейтілуі HTML білесіздер. Әдемі болу үшін сыртынан центрді қойып жіберейік. Естеріңізде болса, осы біздің текстіміз орталықта болсын. Слэш қоям, сақтаймын. Енді тексеріп көрейік. Менде текстім пайда болды. Енді осыны бассам, менде көрдіңіздер, мен сайт жасауды үйреніп жатырмын деген екінші бетке көшіп кеттік. Мына жерде артқа на предыдущей странице десем, былай өтеміз, бізге ол ыңғайсыз.
сайтта өзінің батырмасы болса, мына жерден артқа дейтін әдемі болады. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін екінші кодқа кіреміз. Міне екінші код. Ораға мынаны копировать етіп алайық. Мынаны копировать етіп алайық. Қайтып жазып жүрмеу үшін екінші бетке барам. Сосын мына жерде әдемі болу үшін арасына BR технологиясын қолданып жіберейік. BR-ді білесіздер. Бір бет, бір не астыға түсіреді бізде. Міне көрдіңіздер, шамалы арақашықтығы бір абзац төмен түсіреді. Осы жерге де екінші несіне мына жерден копировать етіп алайын. Екінші страницаға барып Enter'ді басып осы жерге вставить етейін. Міне осы жерде бізде сайт сайттың өзі болады. Бірінші бетке мына жерге мен артқа деп жазамын. Назад дейді, артқа. Бар ғой сайттарда. Сіздер бірінші беттен келесі бетке қайту үшін сондай мына жерге енді қараңыздар, нарыға өттім. Енді артқа деген кнопканы артқа бассам алдыға, артқа жүреді, басты беттен екінші бетке жүреді. Енді мына жерде біз әрине текст бойынша қойдық. Сайттарда, дамыған сайттарда, кәсіби сайттарда көп жағдайда мына жерде бір картинка болады, сурет болады. Бір әдемі иконканың суреті болады, назад деген, немесе бір суретпен жасалған бір дизайнмен әдемі кнопка болады. Енді осы жерде текст жаздық, көріп отырсыздар. Бізде бірінші беттен екінші бетке тамаша жұмыс жасап тұр. Тағы не жасауға болады? Енді түсінікті болу үшін артқа көшейін. Бірінші неге мынау тұра берсін, мен копировать етіп алайын. Мына жерге көтеріп қойайын, мынаны түсіріп қойайын, әдемі болу үшін. Енді осы жерге мен бұл ссылканың екі түрі бар. Біріншісі ол ішкі ссылка, өзіңіздің компьютерден, өзіңіздің хостингтен немесе жолын көрсетіп, мен көрдіңіздер сайт 2 деп көрсетіп, нақты жолын өзімнің веб парақшамды аштырттым. Екінші ссылкалар болады, олар сыртқы ссылкалар. Сіз кез келген сайттағы YouTube болсын, бір сайт болсын, кез келген жерде тұрған ссылканы өзіңіздің веб парақшаңызға қоя аласыз. Оны қалай жасаймыз? Қазір мына жерге көрсетейін. Сайт туралы сайт құру туралы үйренгіңіз келсе, сайт туралы дей салайық, қысқаша, міне осылай. Сайт құру туралы дей салайық. Мына жерге мен бір YouTube каналыма кірейін. Осылай YouTube каналымда, мысалға мен міне маңызды сабақтардың бірі HTML тілі кестемен жұмыс істейді. Мысалға осыны копировать етіп аламын ссылкасын. Осы жерге мен сыртқы ссылканы қоя салам. Енді обновить деймін. Сайтыма барам, обновить деймін. Міне сайт құру туралы деген неш пайда болды. Мен соның үстіне барып бассам, мен қай жердегі ссылканы көрсеттім, бұл жерде мен сол YouTube каналымның өзінің ссылкасын бассаңыздар, сол YouTube каналда не болып отырғаны туралы айтады. Міне осындай сыртқы ссылкаларды қоюға болады. Тағы не жасауға болады? Тағы мына жерде жасап көрейік. Тағы бір нәрсе копировать етіп. Мынандай бір нәрсе бар, сіздерге ұмытып баратырмын айтуға. Так. Например, мысалға мына жерге сіз мынандай нәрсе бар. Сіз мысалға мен жабылып қалды ма? Қазір сайтты ашамыз. Мына жерге мен басқан кезде көріп отырсыздар, YouTube сол бетке ашылып кетті. Ал маған бөлек, мына жерде вкладка дейді, бөлек жаңа бетке ашылса. Ал тұра берсе, маған кедергі болмау үшін. Оны қалай жасаймыз? Мынаны басқан кезде. Ол жерге мынандай ссылканың тырнақшадан кейін міндетті түрде жазасыздар. Атрибут бар. Тег бар осындай. Target деген тег. Оның атрибуты бізде нижний пробел blank деп аталады. Blank деген жаңа бетке деген сөз. Target енді сақтаймын.
обновление жасаймын. Енді қарап басып қалсам, көрдіңіздер, менің нем жалғыз қалды бұрынғы өзімнің бетім. Менен жаңа беттен жаңағы ссылкамның жолы көрсетіліп ашылды. Мына YouTube каналы. Мен не көрсеттім, сол ашылды. Енді тағы не істеуге болады? Осындай нелерді копировать етіп алайын. Төбе жағынан ставить етейін. Енді суретті қалай қоямыз? Сол туралы көрсетіп жіберейін. Мысалға, мынаны алып тастай салам. Мына жерге центр тұра берсін. Мына жерге Ahref. Мына жерге суреттің пөйтін көрсетеміз. Жоқ, Ahref қандай не? Қандай, мысалға сайт 2 тұра берсін. Қазір суретті басқан кезде, мен бір жерде көрсетейін дегем, суретті басқан кезде бірінші беттен сіздерге бағанағы екінші бетке көшіп кетеді. Оны қалай жасаймыз? Ahref барлығы тұра береді. Мына жерде, осы жерде ары қарай жазамыз. Түсінікті болу үшін. Мына жерге астыққа түсіре салайын. Мына жерге жазайын. Суретті білесіздер, image тегімен қоямыз. Атрибут. Қандай бізде? Image формат. Мына жерге кіремін мен папкаме. Мен мынау IT маман деген несін кірейін. Ол бізде свойствосын қарайық. Бізде JPEG форматта. Мен осыны переименовать деймін, копировать деймін. Немесе жаза салуға да болады. Жаңағы кодқа барып жазамыз осы жерге пультқа. IT маман JPG деп жазып көрейік. Кейбір нелерде JPEG болады, кейбір нелерде JPG болады. JPG деп жазып көрейік, егер қате болып жатса JPEG дегенге ауыстырамыз. Міне осыны жаздым. Енді сақтап тексеріп көрейік. Бізде не пайда болды? Сурет жоты шықпады. Неге шықпады? Біз так, қай жерде қате бар? Неміз бар, қартем бар. Image. Мына жерге мен нені ұмытып кетіппін ғой. SRK деген пультін көрсететін SRK сақтаймыз, енді тексереміз. Міне сурет пайда болды. Суретіміз неліктен түспей қалды. Бізде әрине BR-ды ұмытып кеттік. Мына жерде Enter қойып, BR-ды қойып жіберейік. BR-ды астына кетіп қапты. Үстіне қою керек. Міне осы кезде бізде суретіміз арасы ашылды. Енді басып бассам, мені көрдіңіздер, екінші бетке көшті. Мені суретті бассам, менде екінші бетке көшті. Көрдіңіздер. Кез келген осындай суретті қойып жасауға болады. Енді білесіздер, суретті қойған кезде мына жерге width. Осылай жазылады width. Енді сақтаймыз. Обновление жасаймыз. Міне суретіміз кішісейді. Мынау ені бойынша. Егер height деп жатсаңыздар, ол биіктігі бойынша, например, 170 деп көрейін. Қалай болады екен? 170 шамалы нелеу екен. 190 деп көрейін. 190. Суретіміз енді әдемілеу болған сияқты. Сосын суретке білесіздер, бордер қоюға болады. Сыртына рамка. Бордер 5 дейсасам, менде сыртынан рамка пайда болады. Міне осындай. Енді үстіне басып берсеңіздер, екінші бетке өштік, артқа қайтамыз. Үстіндегі ссылкалардың YouTube каналы өзіңіздің көрсеткен, немесе кәдімгі текстпен, немесе суретпен. Міне көрдіңіздер. Көрсетейін дегенім сіздерге гиперссылканы қалай дұрыс HTML тілінде қолдану керек. Егер кәсіби сайт жасап жатсаңыздар, осындай жағдайлар өте көп кездеседі. Меню жасаған кезде, дизайнмен жасасаңыздар да осы технологияны міндетті түрде қолданасыздар. Егер осы сабақ сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, комментке жазып кетіңіздер. Ең маңыздысы, каналымызға тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге мың алғыс. Ал ағайын, осындай қызықты сабақта кездескенше күн жарық болсын.